Армысыздар, құрметті ата-аналар. Бүгінгі айтатын нәрсе бізге келіп қабылданып оқып жатқан балалардың жағдайы, деңгейі жайында. Яғни мен мастер-класс арқылы балаларды өз орталығыма қабылдап аламын. Өздеріңіз білесіздер, әр баланың қабілеті әртүрлі. Алғашқы уақыттарда 4-5 айда біз балалардың өз мектеп программасында оқып жатқан, оқып кеткен нәрселермен алып барысып жұмыс жасаймыз. Қабілеті бар балалар 1,5-2 айда ретке келеді. Ал кейбір балаларға ретке келу үшін ұзақ уақыт қажет етіледі. Сондықтан да бізде жаңағыдай оқу процесіне осындай ауыртпашылықтар туындап отырады. Әрине, қабілеті бар баламен жұмыс жасау бізге де жеңіл, өте жеңіл. Дегенмен де біз балаларды бұл жерде бөліп жармаймыз, барлығымен бірдей жұмыс жасаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, аталмыш мектептерге түсу үшін қызығушылық бұл жерде көпшілігі ата-анада. Яғни баланың болашағын ойлап, балам осындай жақсы нәтижеге жетсе екен, осындай көрсеткішке жетсе екен деп ата-ананың бар ынтасы. Яғни бұл жерде ата-ананың ынтасы. Көпшілік балалар бұл нәрсені өздері сезіне бермейді. Сондықтан да бала өзі сезіну керек. Бала білім алса осындай жетістіктерге болашағының жарқын болатынын бала өзі сезіну керек деп есептеймін. Одан кейінгі нәрсе, ата-аналар балалары үздік оқиды деп алып келген балалар алғашында бізде өте үздік оқиды деп келген балалардың өздері жақсы көрсете қоймайды. Мейлі орташа оқысын, мейлі үздік оқысын, 4-5 айда сол балалар қателерін жойып, алғашқы бірінші тоқсан болмаса да, екінші тоқсанда өз мектебі бойынша, математика пәні бойынша БЖБ, ТЖБ-лары ретке келіп 4-5-ке шыға бастайды. Одан кейінгі негізгі нәрсе, бала есеп шығару жолдарын үйренеді, дағдылана бастайды. Бұның ең негізгі пайдасы балада логикалық ойлау жүйесі қалыптаса бастайды. Яғни балада логикалық ойлау жүйесі қалыптасады, берілген материалды, берілген есептерді ойланып шешуге бала дағдыланады. Және де айта кететін нәрсе, біз осы нәрселерді қалыптастыра отырып, бірте-бірте емтихан форматындағы есептерге ауысамыз. Және мәтін есептерді шығаруға дағдыланады. Мәтін есептер шығарған кезде балаларға ең негізгі нәрсе тәжірибесі көп болу керек. Мәтін есептер тәжірибе арқылы шешіледі. Яғни көп есеп шығарған сайын балада есеп шығарудың бірнеше тәсілдер қалыптасады. Бірнеше тәсілдерін үйренеді деген нәрсе. Нәтижесінде балалар өз сыныбы ғана емес, кейінгі олимпиадаларға қатысады, конкурстарға қатысып жеңімпаз атанып жатыр. Және де осы емтихандарға сүрінбей өтіп, гранттарды ұтып алып жатыр. Негізгі көрсеткіштеріміз осы. Ал енді осы курсқа бізге қосымшаға жазылып, алғаш баласын алып келген ата-ана баласының шамасын бағаламай, 2 аптада, 3 аптада, болмаса 1 айда, 2 айда бізден нәтиже сұрай бастайды. Баласынан нәтиже көргісі келеді. Математика пәні ол өте ұзақ процесс, сондықтан ол нәтиже бірден беріле қоймайды. 4 ай, 5 ай деген кезде ғана барып, бала ұғынып, түсініп, дұрыс жолға, дұрыс бағытқа ие бола бастайды деген нәрсе. Ата-аналарға да айтатын нәрсе, баланың ұзақ мерзімді сол білім алым қамтамасыз ету керексіздер. Балаларға жағдай жасау керексіздер. Баланың сабақты жібермей, осы курстардан дұрыс білім алуын қамтамасыз ету керексіздер деген нәрсе. Яғни бұл мектептерге түспеген жағдайдың өзінде негізгі нәрсе балада білім болады. Оның миындағы білімді ешкім ешқайда ұрлап кете алмайды деген нәрсе. 1 жыл оқып, келесі жылы бізде 2-ші жылға жазылған балалар болды. Және де ең қызық нәрсе, алғашқы жылы өте төменгі топта болған, өте білімі нашар болып келген бала
бір жылдан кейін мінекей екінші жылға кетті. Биыл өз тобында сол өз сыныптастар арасында нөмірі 1 болып отыр. Яғни мен алғашқы уақыттарда қыркүйек айында, қазан айында бұл балаға көзім жетпеді, телефоннан көшіріп жүрме, интернеттен көшіріп жүрме деген секілді менде де күмән болды. Шындығында балада білім қалыптасқан. Яғни бала математикалық кез келген есепті математикалық жолмен ойлап, жүйелі түрде шығаруға дағдыланған. Ол не деген сөз? Бала бір жыл оқыды, физиологиялық тұрғыда дамыды, қол аяғы өсті, миы өсті. Бала енді мінекей есеп шығарып, дағдыланып, логикалық тұрғыда ойлап, саналы түрде есептер шығарып отқан нәрсе мені қуантты. Бұл және бір ғана бала емес, осындай менде бірнеше балалар отыр. Яғни уже бұл екінші жылға қалған балалардың көрсеткіші. Бұдан айтатын нәрсе, балаға мүмкіншілік жасау керексіздер. Балаға тыныштық керек. Қосымшаға келді ма, бала сол 9 ай сол нәрсені оқып, аман есен бітірсе, келесі жылы бұның алысқа бармай, келесі жылы ғана уже жемісін көреді деген нәрсе. Және де мастер-класстың пайдасы, мастер-классқа келген ата-аналарға біз нұсқаулықтар беріп отырмыз. Яғни баланы осы уақытта дайындау керек. Осындай жаңағы емтиханнан өту керек. Емтиханнан өткеннен осы жатақханада тұрғызу керек. Жатақханадан кейін мынандай істеу керек деген нәрсе. Сол нәрседе біздің басымыздан өтті. Бір ата-аналарды көрдік. Дәл мен қалай айттым, сол нәрсені істеп келе жатыр. Ол да қуантатын нәрсе. Ең алғаш мастер-классқа жазылды. Оларда да сіздерде секілді күмән болмады емес, болған шығар. Мастер-классқа келгеннен кейін олардың ойлары өзгерді. Дұрыс ақпарат алғандарына көздері жетті. Дұрыс бағытта екендеріне көздері жетті. Балаларын жаздырды. Балалар менде дайындықтан өтті. Емен сол балалар түсті. Түскеннен кейін бұлар түсу үшін құжат қай кезде тапсыру керек. Соның барлығынан біз қалай беріп отыр, дәл соны істеп отырған ата-ана. Ол түскеннен кейін қыркүйек айында бар баланы жатақханаға орналастырды. Орналасып, бала сол еркініште оқып жатқаннан кейін де ары қарай оқуға балаға қандай поддержка керек екен, соның барлығын істеді. Мінекей қарасаңыз, бұл жерде ата-ананың балаға деген ниеті дұрыс болу керек. Балам осындай оқу орнына түссе екен, осындай білім алса екен деген нәрсе болса, сол нәрсе орындалады. Өкінішке орай басқа да ата-аналар бар, жоқ емес. Яғни жаңағы курсқа жазыла отырып, өздерінде күмән болады. Балам оқи ала ма, оқи алмай ма? Бір. Екінші, курсқа жазылады, бала сабақта жоқ. Аптасына 3 сабақ болса, 3 сабақтың 2-іне келеді, 1-іне келмейді. Яғни 30% оның сабағын жоғалтып жатыр деген нәрсе. Одан кейінгі нәрсе, кейбір ата-аналар қаражат мәселесін ойлап отырады. Біз осы баланы оқуға бердік, бұл нәрсе ақтай ма, ақтамай ма деген нәрсе өздерінде жаңағыдай болып отыр. Сондықтан егер балаңызды оқытамын десеңіздер, өздеріңіздің жаңағы ішкі ниеттеріңіз, ішкі бағыттарыңыз о бастан дұрыс болу керек деп есептеймін, құрметті ата-аналар. Сол кезде сізде нәтиже болады. Мастер-класста осындай нәрселердің барлығы айтылады. Бұдан да құнды ақпараттар беріледі деп есептеймін. Сондықтан мастер-классқа жазылыңыздар, келіңіздер. Балаларыңыздың болашағы алаңдататын болса, сіз құр қалмау керексіз деп есептеймін.